Солтүстік Қазақстан облысына қарасты Ақжар ауданы Алқажерек ауылына оңтүстік өңірден 8 отбасы қоныс аударды. Айбүбі Дүйсенбекова оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданынан солтүстікке ұлы мен келіні немересі қызымен көшіп келген. Баспана алуға оңтүстік Қазақстан облысының мәслихат депутаты көмек көрсеткен. Осы өңірде мал өсіріп, бақшада көкөніс егіп, құс өсіруді жоспарлап отыр. Осы жерде үй сатып алып, мінекей қоражайы менен, бау бақшасы менен, ванясы менен барлығы үй сатып алып жатырмыз. Мал басында осы жерде көбейтеміз деп үміттеніп жатырмыз. Осы жерде бала шағамызбен өркен жаямыз деп келдік. Бердәлі Көнтеевте жақын арада солтүстікке қоныс аударған, әзірге жалғыз өзі келген. Бердәлі ауылда мал шаруашылығымен айналыспақшы. Жұмыс табылса, техника жүргізушісі болып істеймін дейді. Алдағы уақытта отбасында көшіріп әкелуді жоспарлап отыр. Ошаға келген себебім ауа райы, табиғаты, огород, шаруашылық, сол жақ ұнады маған. Адамдары, халық ұнады. Барлығын істеп үйренгенбіз, істей береміз. Жатпаймыз иншалла. Алқатерек ауылы күннен күнге даму үстінде. Ауыл тұрғындарының сапалы өмір сүрулері үшін барлық жағдай жасалынған. Елімізде су мәселесі қамтылған. Былтыр жаңа бір науабақан ашып, елде нан өздеріміз пісіріп, халықты нанмен қамтып жатырмыз. 2016 жылы оралмандар мен қоныс аударушыларды қабылдаудың өңірлік квотасы бойынша Солтүстік Қазақстан облысына 83 отбасы көшіп келген. Аталмыш бағдарламамен көшіп келгендердің отағасына 106 мың теңге көлемінде, ал әрбір отбасы мүшесіне 74 мың көлемінде субсидия төленеді. Ақжар ауданы Алқатерек ауылына 8 отбасы көшіп келді. Ол отбасылар болашақта ауыл шаруашылығымен айналысады, мал өсіреді, сосын егін салады. Ал аудандық және ауылдық әкімдіктер оларда өздерінің көмектерін көрсетіп жатыр. Қазіргі кезде азық-түлік беріп жатыр. Солтүстікке қоныс аударушылардың дені оңтүстік Қазақстан, Алматы, Жамбыл облыстарынан. Ағымдағы жылы Теріскейден солтүстік өңірге жалпы 101 отбасы қоныс аудармақ.